Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қазанның қақпағында пісетін өте дәмді тандыр нан сияқты болып шығатын қазан нанның рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, кәдімгі пеште пісетін нанға қарағанда өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Құрамы мен мөлшерін әдеттегідей видеоның астына жазып қоямын, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен 250 грамм жылы суымызға 1 ас қасық дрож, 1 ас қасық құмшекер салып, жақсылап араластырып, бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Одан соң 500 грамм ұнымызды електен өткізіп, осылай ортасын ашып аламыз, және де жаңағы 5 минут тұрған сұйықтығымызды құйып, 1 ас қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Және де үстіне 25 грамм сұйық майымызды құйып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап илейміз, қаттылау қылып илегендеріңіз дұрыс. Және де бетін жауып, 1 немесе 1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз 1 сағаттан аса тұрды. Енді столдың үстіне қойып, жұмыс жасауға кірісеміз. Қамырымызды теңдей қылып 2-ге бөліп аламыз, және де видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Және де екеуін тағы да 10-15 минутқа кішкене көтерілгенше тағы да қойып қоямыз. Ол аралықта бір жұмыртқамызды ақ уызы мен сары уызын екеуін бөліп аламыз. Ақ уызды нанның астына жағамыз, ал сары уызды нанның бетіне жағамыз. Және де пісіретін қазанымызды дайындай бастаймыз. Мен осы қазаныма пісіретін боламын. Қазанымыздың астын орташа отқа қоямыз, және де қазанның қақпағын оны да орташа отта қоятын боламыз. Және де қазанымыздың асты қараймау үшін осылай тұз сеуіп қойсаңыздар болады. Біз енді қамырымызға кірісеміз. Біздің қамырымыз 10 минуттан аса уақытта тұрды. Енді біз өзінің формасын келтіруге кірісеміз. Ортасын баса отырып, осылай бір формаға келтіреміз. Және де қамырымыздың екінші бетін аударып, астыңғы жағына біз жұмыртқаның ақ уызын астына осылай жағып шығамыз. Біздің қазанның қақпағы қызды, өте мұқият болыңыздар, барынша абай болғандарыңыз дұрыс, өйткені өте ыстық. Жұмыртқаның ақ уызы жағылған бетті қазанымызға бетіне осылай қойып шығамыз. Қамыр бірден қазанның қақпағына бірден жабысып қалады. Қолдарыңызбен ортасын, шетін, барлық жерін басып жібергендеріңіз дұрыс. Жақсы жабысқанына көз жеткізулеріңіз керек. Қақпақты төңкерген кезінде қамырларыңыз түсіп кетпеу керек. Одан соң вилканың көмегімен дәл осылай ортасын тесіп шығамыз. Вилканың орнына сіздерде нан ұрғыш құрал болатын болса, тіптен керемет. Бірақ менде болмағандықтан мен вилканың көмегімен ортасын әсемдеп шықтым. Ендігі кезекте бетін жұмыртқаның сары уызымен бетін әсемдеп шығамыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша кунжут сепсеңіздер де болады, мак сепсеңіздер де болады. Мен бұл жерде кунжут сеуіп шықтым барлық жеріне. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын. Ешқандай да төңкерген кезінде ешқандай да түсіп кетпейді, өте жақсы жабысып тұр. Енді біз қазанымызға осылай бетін жауып пісіретін боламыз. Міндетті түрде астын жай отқа қою қажет.
Енді 15-20 минуттың ішінде біздің нанымыз пісіп шығады. Және де тағы да бір көрсете кетейін. Мінекей, төңкерген кезінде ешқандай да түсіп кетпейді, өте жақсы жабысып тұр. Ол нанымыз пісеміз дегенше біз екінші қамырымыздың формасын келтіреміз. Және де вилканың көмегімен осылай тесіп дайындап қоямыз. Мінекей достар, біздің нанымыз дайын, өте керемет болып шықты. Қандай жұп-жұмсақ, иісінің өзі қандай керемет болып тұр. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Нанымыз жақсы көтеріліп, жақсы болып пісіп шықты. Және де қазанның түбіне еш нәрседе болған жоқ, сол күйі қалып тұр. Пышақтың көмегімен нанымызды алатын боламыз. Және де қазанымызды жуып, тағы да қыздырып аламыз да екінші нанымызды саламыз. Дәл осылай біздің екінші нанымызды пісіп шығатын болады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін, өйткені өзіме қатты ұнады. Тандыр нанды сағынған кезінде осылай жасап көруге өте керемет екен. Сіздерге видео ұнаған болса, астындағы поделиться батырмасын басып, өз достарыңызға, жақындарыңызға жіберсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын.